Қайырлы күн оқырмандар, Абылай Қалдарбек YouTube каналына қош келдіңіздер. Бүгінгі біздің тақырыбымыз балаларда болатын энтеровирусты инфекция. Энтеровирусты жалпы көп ата-ана қазіргі уақытта танып біліп қалды. Неге? Өйткені сезонны осындай уақыттарда энтеровирус көбейіп кетеді. Бірақ менің дайректіме, менің тиктогыма келетін сұрақтардың арасында энтеровируста да іште өтеді, құсады да, бөртпе де бола ма деген сияқты сұрақтар келеді. Мысалы, көп ата-ана ойлайды, энтеровирус температурамен және алақан табандағы бөртпемен ғана жүретін инфекционды процесс деп. Ол олай емес. Оның жалпы энтеровирустың түрлері бізде бөлінеді. Яғни кишечная форма, яғни абдоминальный, іштегі ауырсынумен, іш өтумен өтеді. Энтеровирус мысалға гастроэнтерологический формасы болады. Мысалы гастроэнтеритпен, іш өтумен, құсумен жүреді. Немесе кожная форма дейді, қатты высыпание басып кетеді. Бұларды ажырата білу керек та. Мен бүгін сіздерге сол туралы толық ақпарат беріп, қалай ажыратуға болады, қандай әрекет жасау керек, қалай жалпы дәрігерге дейін қандай көмек көрсете аласыз, және қандай симптом болса, немесе қандай белгіге көңіл аудару арқылы дәрігерге уақытылы бару керек екен туралы ақпарат сізге бергім келіп отыр. Дәл қазір менің парақшама тіркеліп алыңыз, лайк басыңыз, сұрағыңыз, қосымша түсінбеген тұстарыңыз болса комментарий бөлімінде жазыңыз. Біз әрбір комментарийді қарап отырамыз. Және біз дәл қазір описание бөліміне егер өтетін болсаңыз, контактный данные бар, яғни телефон, біздің социальный сеттер, мекен жайымыз барлығы сіздерге ұсынып қойдық. Офлайн, онлайн консультацияға алып келсеңіз болады. Біз Шымкент қаласындамыз. Балаңызға жедел біріншілік көмекті және дәрігердің қолдауын біздің орталықтан таба аласыз. Абылмет клиникасы Нұрсат 126 мекен жайында орналасқан. Сіз бізге келу арқылы балаңызға тек қана ем ғана емес, қамқорлық пен махаббатты да біздің орталықтан табатын боласыз. Енді энтеровирусный инфекция воздушно-капельный инфекция процесіне жатады түріне. Ол дегеніміз ауа тамшылы жол арқылы баладан балаға жұғатын вирустың түрі. Энтеровирус қалай проявляться етеді? Энтеровирустың бірінші симптомы ол кәдімгі халықта тұмау дейді, яғни респираторный вирусный инфекция ретінде тамақ қызарады, температура болады, балада мазасыздық болады. Екінші тәулігіне қарай алақанда, ауыз айналасында, борбайда, яғни құйрықта, баланың табанында майда теріден выступать ететін түйінді бөртпелердің пайда болуы. Бұл энтеровирус. Екінші нәрсесі бізде слизистая оболочканы, яғни ауыз қуысын тоже зақымдаған уақытта ауыз қуысында да сондай жаралар пайда болуы мүмкін. Это энтеровирусный энантома дейді, слизистая оболочкадағы тоже воздушно-капельный инфекцияның көрінісі. Енді энтеровируста температура балада 38-38,5, тіпті 39-ға дейін шығуы мүмкін. Ол баланың жалпы өзінің ответный реакциясына, иммунитетіне және зат алмасу процесіне тікелей байланысты. Осыны ескеріңіздер. Екінші нәрсе, энтеровирус уақытында мен жаңа айттым, кишечный формасы, яғни іш өтумен, құсумен өтуі мүмкін. Энтеровирустың ең қауіпті белгісі ол температура көтерілген уақытта қатты интоксикация болу, организм уланып қалу арқылы бала қатты әлсіреп қалу. Екінші біз қорқатын нәрсе, балада құсқан уақытта, іш өткен уақытта, яғни микроэлементтерді, минералдарды организмдегі жоғалтады, электролитный нарушение болады, соның фонында сусызданудың болып қалуы. Сусыздану, яғни клетка аралық сұйықтықтың, клетка ішілік сұйықтықтың сыртқа шығуы арқылы организмдегі зат алмасу процесінің төмендеп кетуі. Бұл уақытта баладағы әлсіздік, ұйқышылдық, қайта жата беру, мазасыздану деген секілді, немесе тіпті ұйқышыл және бала тіпті ойнамай қояды. Енді оған көңіл аудару керек. Энтеровирустың негізгі симптоматикалық лечение жүргізіледі. Симптоматикалық деген қандай белгі бар? Құсып жатыр ма, құсуын тоқтатуға, іш өтіп жатыр ма, іш өткенін тоқтатуға, немесе температура ма, температураны түсіруге бағытталған ем түрін біз симптоматикалық дейміз, яғни белгілерге қарай емі. Ал этиотропно, целенаправленно, нақты мына препарат энтеровирустың жалпы қоздырғышын жояды, энтеровирусты емдейді деген препарат жоқ. Себебі препарат выбора это противовирусный препарат, бұл вирусты инфекция болғандықтан, ал противовирусный препараттың көпшілігі бізде доказанный базасы жоқ. Противовирусный препараттар қалай жұмыс жасайды? Бірінші кезекте есіңізде болсын, противовирусный препараттың барлығы бізде иммуномодулирующий эффект, яғни организмдегі иммунитетті, иммундық жасушаларды ынталандыру арқылы организмге көмек береді. Ал тікелей вирустың структурасын жоюға, вирустың ДНК РНК-сын жоюға
олардың қабілеті көбінесе жетпей жатады. Сол үшін егер балаңызда энтеровирус болатын болса, міндетті түрде дәрігердің бақылауына қаралуды, дәрігердің қадағалауында болуды біз ұсынамыз. Неге? Өйткені энтеровирус баланың орталық жүйке жүйесінде зақымдап қоятын инфекция тобы. Егер балада сіз уақытты өткізіп алатын болсаңыз, дұрыс ем жасамасаңыз, балаңызда асқынулар ретінде неврологияға дейін алып келуі мүмкін. Енді сол асқынуды болдырмау үшін, дұрыс ем жасау үшін не жасау керек? Міндетті түрде дәрігер консультациясына. Ал қай уақытта бару керек? Мен қазір сіздерге нақты белгілерін айтам. Осы белгілер егер балаңызда пайда болып жатса, міндетті түрде дәрігерге барыңыз. Ең бірінші белгісі ол 2 айға дейінгі балалар. Яғни балаңыз 2 айға толмаған болса, 1 айлық, 1,5 айлық бала болса, кез келген симптом, мұрын ақса да, температура болса да, қандай симптом болса да, міндетті түрде дәрігерге апарып көрсетуіңіз керек. Себебі ол жастағы балаларда асқыну тез дамиды. Екінші нәрсе, это жоғары температура, яғни жаропонижающий препараттарға, температура түсіретін дәрілерге әсер етпейтін температуралар. Яғни бердіңіз дәрі, температура түспей жатыр. Немесе екінші нәрсе, 1 сағаттың ішінде 3 рет 4 ретке дейін құсу, немесе 1 сағаттың ішінде 3 рет 4 ретке дейін іш өту. Егер осы белгілер болатын болса, немесе балаңызда аяқ қолында ісіктер байқасаңыз, немесе балаңыз ұйқышыл, мазасыз, тамақтанудан, емуден, смесь сүт ішуден бас тартып жатса, міндетті түрде дәрігерге көрсетуіңіз қажет. Себебі сіз температура 2-3 күнде өзі өтеді, вирусный инфекциялар осылай жазылады, немесе мен бұрын алдыңғы баламда мынандай ем қолданғам, мынандай дәрі қолданғам деп уақыт өткізіп алатын болсаңыз, сіз балаға тек қана хуже жасайсыз, яғни баланың жағдайын нашарлата бересіз ары қарай. Ал ата-аналардың негізгі қателігі, екінші, үшінші баласына келгенде, мен бірінші баламда осындай болған, ана дәрігер мына нәрсені жазып берген, немесе бірінші балам мынаны қолданған кезде мына дәрі жақсы әсер еткен деп, сол препаратты қолдану. Ол үлкен қателік. Екінші нәрсе, алдыңғы жазылған назначенияларды тауып алып, сол жердегі дәрілерді қолдану тоже үлкен қателік. Себебі неге қателік деп айтамыз? Әр баланың организмі индивидуально әртүрлі. Әр препарат әр балаға жеке қабылданады, және баланың жасына, салмағына, жалпы дене бітіміне сай біз дәріні таңдап отырамыз. Сол үшін де сіз өздігіңізден ем жасау арқылы балаға артық қыламын деп тыртық қылып алуыңыз мүмкін. Біз жалпы YouTube арнаның негізгі мақсаты сіздерге ақпараттық, танымдық бағдар беру, ал негізгі еммен әрқашан дәрігерлер занимация еткені дұрыс. Енді мен педиатр инфекционист ретінде сізге өз консультациямды ұсына аламын. Дәл қазір егер балаңызда осындай белгілер болса, температура, құсу, іш өту, денесінде бөртпе басып жатса, балаңыз әлсіз болып жатса, консультацияға келуіңізге болады. Бізде консультация предварительный запись бойынша, контактный данные полностью описанияда, номер, хабарласыңыздар, жақын уақытқа жазылыңыз, балаңызды алып көрсетіңіз. Дәл қазір YouTube арнаға тіркелуді ұмытпаңыз, видеомен бөлісуді, таныстарыңызға жіберуді, себебі бұл ақпараттар әрбір ата-анаға пайдалы және пайдасын тигізеді. Келесі видеоларда жүздескенше энтеровирус бойынша толық ақпарат бере алдым деген ойдамын. Егер сізде қандай да бір сұрақ пайда болса, міндетті түрде комментарийге жазуды ұмытпаңыз. Сау саламатта болыңыз.